Сәлеметсіздер ме, менің қымбатты көрермендерім. Бүгін мен сіздермен авокадоны қалай өсіруді үй жағдайында соны бөлісемін. Авокадоны тағамға пайдаланғаннан кейін ортасынан мынандай дән шығады. Осы дәнді алдымен қабығын аршимыз. Қабығын аршып аламыз. Қабығы жылдам аршылады. Қабығын аршығаннан кейін мынадай тіс шұқығышпен бірнеше жерден былай түйрейміз. Бірнеше жерден, 3 жерден, не болмаса 4 жерден түйреуге болады. Одан кейін ең бастысы бұның түбін кішкене ғана пышақпен былай кесеміз. Сонан соң стакандағы дайындалған суға былайынша саламыз. Бұл мынау нені тіс шұқығышты неге авокадоға түйреудің себебі ол суға толық түсіп кетпес үшін. Оның түбі жарты не болмаса 1 сантиметрдей ғана тиіп тұру керек. Жаңағы мына авокадоның түбінен жаңа кестім ғой кішкене, сол түбінен 1 апта не болмаса 2 аптадан кейін жаңағы тамыр шыға бастайды. Қазір мен сіздерге осыдан 2 апта бұрын егілген авокадо дәнін қазір көрсетемін. Мынау авокадоның дәні де осы 2 апта бұрын дәл ана сияқты жаңағы шаншып суға салған авокадо дәні секілді сап-сары сондай не болған болатын. Бірақ сопақшалау аздап, бірақ сондай сап-сары болған болатын. Жоғары жақтары кеуіп, мынадай қарайды. Ал төменгі жағынан, мінекей, бүйтіп ақырын қарайтын болсаңыздар, төменгі жағынан мынадай тамыр шықты. Бұл негізгі тамыр. Кейін осы тамырдан шашақталып, жан-жағынан жіңішке тамыршалар тағы да шығады. Енді мынау осы тамыр шыққан кезде бір дәл ортасынан өзінің жаңағы жарылатын жері бар. Ол бұлайынша көзге көрінбейді, кейін тамыр шыққан кезде ортасы мынадай болып жарылып түседі. Ортасының жарылғаны. Мына қара сызық болып тұрғандар, ол авокадоны жаңағы сыртындағы жұмсақ етін алып жатқанда, турап жатқанда пышақтың тіліп кеткен жерлері ғой, қарайықпаған. Ал енді мына жағынан көрсете берейін. Міне ортасы осылай болып, саңылау болып ашылады. Кейін мына жоғары, мына төбесінен ортасынан сабағы шығады. Сабағы шығып, сосын арғарай жапырағын жайып өсе береді. Енді бұл авокадоның жаңағы 5-6 сантиметр сабағы шыққаннан кейін оны топыраққа отырғызуға болады. Топыраққа отырғызылғаннан кейін ол жылдам өседі. Мынаны келесі жолғы видеомда осы мынау тамыры шығып тұрғанды жаңағы қалай егу керек екендігін сол кезде көрсетемін. Ешқандай да қиындығы жоқ. Үй жағдайында жылы жерде тұратын болса, өте жақсы өседі. Авокадоны жыл мезгілдерін талғамай өсіре беруге болады. Қыста да өсіруге болады, жазда да өсіруге болады. Күзде де кез келген жыл мезгілінде
өсіруге болады. Терезенің алдында жаңағы үйдің іші жылы болатын болса, терезеден жарық түсетін болса, ол егер де сіз дұрыс еккен болатын болсаңыз, ол өте жылдам өсетін өсімдік. Осымен бүгін біз авокадоны үй жағдайында өсірудің әдісін аяқтаймыз. Тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет.